Сен баланы мен көргем ғой деді. Мен енді ол кісінің 3 рет қолын алғандамын. Бөкбай, Иманбай шындығын айтыңдар. Қарапайым малшының қызын елеп апарып оқуға түсіргені. Тек қана еңбек адаммен сөйлесетін ғой. Кейде театр ашқызды ғой. Бір единственный облыс бойынша. Артық дүние жоқ. Кабинетінде де артық ештеңе жоқ. Үлкен жүректі азамат етін. Саған көрсеткен қағазым өзімнің бұрыннан жинаған деректерім. 55 жыл, бірінші рет 55 жыл ергеген Қазақстанға. Содан бастап мен кішкене деректердің бәрін жинап жүрдім Қонаев туралы. Сол деректерін осы уақытқа дейін архив болып тұрған. Коммунистік партияның кезі ғой. Малшыларды жинағанымыз ғой енді. Әңгімелесіп, еңбек адамдарымен. Ол енді біз барған анау аудан партия комитетінің адам хатшылары, Совет атқару комитетінің председательдер, орынбасарлар, бәріміз жүрміз ғой енді. Олар емес, тек қана еңбек адаммен сөйлесетін отырып алып. Сол енді үйде отырғанда жаңа кісінің бір қыз бар екен да, кіріп шығып, қызмет жасап жүр ғой. Сұрады, қарағым, мына бала сенің қызың ба деп. Иә, қызым, биыл 10 класты бітірейін деп отыр. Алматыға оқуға түссем ба дейді, бірақ қай оқуға баратынын несін білмейді деді да. Сосын кейін Дүйсетай деген несі помощник болатын ол кісінің. Бекежанов Дүйсетай деген. Соған қаратты, жазып ал фамилиясын. Етіп, Қазақстанның анау жаңағы женпиге тіркет деді. Енді ол кісінің айтқан заң ғой енді. Сол бала сол кісінің несімен, қамқорлығымен женпиге түсті, оқуды бітірді. Енді қазір Талас ауданында бір мектепте мұғалім болып жұмыс істеп отыр. Үлкен адамның үлкен жүректілігі осы ғой енді. Қарапайым малшының қызын елеп апарып оқуға түсіргені. Содан ар жағында Ойсақбоз деген сақбоз бар. Қаратөбеген деген жер, үлкен жер, жер, көк майса ол кезде қырдың үсті киіз үй тіккізіп тастағанбыз. Жан-жақтарында сақбоздың нелерін, бұрынғы социалистік еңбек ерлерін, сақбоздың директорларын, солардың бәрін шақырдық қой, сөзге жинағанбыз. Барды, амандасты, сәлемдесті. Енді жаңа жұмыс істеп, далада келіншектер жұмыс істеп жүр ғой енді, жаңа келіндер. Соларға ең бірінші келіп, қазанның басында ошақта жүр ғой енді. Барып амандасып, жаңа қарақтарым, қалдарың қалай, жағдайларың жақсы ма деп солардан бастап, өнен кейін малшыларды социалист еңбекерлерімен амандасып, киіз үйге отырайық демеді, жоқ отырмаймыз, далаға жасаңыздар. Далаға отырайық, киіз текеметтер төсіп, көрпешелер төсіп, столдар қойып, сосын столдарыңды қойыңдаршы. Біз қазақпыз, қазақтың жайлауына келдік қой, бір малдас құрып отырайық деп, келіп отырды. Малдас құрып, отырып, ұзақ әңгімелесті. Сендер деді, мен сендерден бір жағдай сұрайын, әл ауқаттарың қал жағдай қалай елдің? Жасырмай, Бөкбай, Иманбай шындығын айтыңдар. Социалист еңбекерлері бір мәселемізде ауыл шаруашылығы еліміз, малшымыз, біздің ауылдан 56 еңбекер шықса да, қазір ауылдың мәдениеті онша емес. Мәдениет ошақтары аз, ескі бұрынғы, қолдан салынған. Әсіресе біреу енді соны көтерді, жаңағы бір еңбекері. Екінші кісілі ауылда мектептер, бұрынғы ескі мектептер. Қазіргі типтегі жобадағы тип мектеп аз, 1,5 ғана. Соны айтып, барлығы енді қал жағдайдың бәрін айтты ғой енді. Содан кейін жаңағы Дүйсетайға көмекшісіне, бәрін түртіп отыр деп қойды ғой, түртіп отыр. Осы кетті, кеткеннен кейін жаңағы Дүйсетай көмекшісін біздің ауданнан 2 жылға
екі созып дейміз, екі мерзімге депутат етіп сайлады. Жоғарғы советтің депутаты етіп. Сөйтіп, біздің ауданға белгілеп, осы елдің айтқан жағдайының бәрін жасады. Деген болу керек енді бізге енді. Ол сол кісі келісімен сразу ауданның совхоздарында мәдениет ошақтар, клубтар салынды. Зәулім кәдімгі клубтар. Барлық почти түгел 11 совхоздың біреу қалды. Басқасының барлығына жаңа типтегі жобадағы орта мектеп салынды ғой. Орта мектеп болды, енді кәсіптік техникалық училище керек болды ғой. Соны кәсіптік техникалық училище сұрадық. Бәрін қатты дайындап отқан енді біз ғой енді. Бір сөзге келтірген жоқ, бір жылдың ішінде салғызып берді ғой кәсіптік техникалық училище. 1200 балалық. Сол училище ашылған кезінде мен енді аудандық партия комитетіне соған директор болыстым. Енді ол кісі сондай дағаны кейін ол мәдени жаңағы барысын көтер керек қой енді. Ол кісі енді келсе обязательно келеді, сұрайды, көреді. Училищенің материалдық базасын өте жақсы жасадық. Пәленбай техника алдық. Тракторы бар, автомашинасы бар, комбайны бар, кәсемсоты, анаусы-мынаусы дегендер көп қой тракторлар. Почти кішігірім совхозда техника жиналды. Соны жаңағы десеті арқылы біліп отырады кісі. Дон культураның бәрін салды ғой енді. Кинотеатр деген, ол кезде тек қана облысты, қаланың өзінде ғана беретін. Бір ауданда кинотеатр деген жоқ етін. Соны Смаханов деген сатирикті білесіңдер ғой, әсілерің бар шығар. Сол кісінің атынан кинотеатр ашқызды ғой. Бір единственный облыс бойынша. Ол кісінің жаңағы елге жасаған қамқорлығы. Әлменұлы Бөлтүріктің шешеннің 225 жылдығы болды. Күмбез орнату керек болды. Оның орнын белгіледік. Сөйтіп, қандай күмбез, қандай болу керек, соның макетінің бәрін жасап, көрсетуге ол кісіге бардық, үйінде. Енді ол кезде ол кісі неден жаңағы қашылықтан кеткен кезі, Назарбаевтың ауысқан кезі. Үйіне бұлай кіресің, кіргеннен кейін қол дейміз ғой енді. Қолдың оң жағына қарай кабинет екен. Солға қарай кіресің, үлкен зал. Артық дүние жоқ. Тек қана кітапхананың нелері, шкаптары. Кабинетінде де артық ештеңе жоқ. Кітапханасы үлкен, толған кітап. Кабинетінде қабылдады. 5 адам барған біз енді жаңағы. Бәрін сұрап нағылды. Мені сұрап нағылды. Ей, сен баланы мен көрген ғой деді. Сол екеуде телефоны шылдырады да, телефон болып кетті. Ол кісінің енді ерді айтайын дегенім, ол кісінің адамды, бір көрген адамды ұмытпайтын зеректігін айтайын дегенім ғой. Көрген адамды ұмытпайды екен ол кісі. Қарапайым, үлкен жүректі азамат етін, ешкімнің көңілі қалсын демейтін, ешкімді бөліп жармайтын, менің қызметім ондай деп қарапайым қатардағы еңбек адамдарын менсінбеу жүрген онда бұл кісіде болмайтын.